Связь күшті. Қайырлы кеш, қайырлы түн, қыздар. Қалдарың қалай? Бір тема айтқым келді бүгін. Себебі жаңағы өткенде қыздар бір қызға кішкене қаттырақ айтып жібердім ғой. Жаңа не туралы. Сәлем қыздар. Үлкен кісілер бағып отырған қыз жаловаться ете бастаған кезде мен оған ұрысып тастадым, содан кейін ол келесі эфирге шыққан кезде рахметін айтты. Мен солай тіке айтқаным үшін рахмет деді. Төтесінен тіке айтқаным үшін рахмет айтты. Одан кейін оған дейін бір адам хабарласып, бір-екі адам хабарласып, именно сол видео пайдаға асып, кәдімгідей қарт бағып отырған адамдар нетті деп тұтқан. Сен жыбырламай, немесе хорошо. Енді жайлы ғана айттым. Екінші сол келесі эфирде үлкенді бағу оңай емес. Ол демек Аллах тағала саған үлкенді баққызып қойды ма? Демек сенің соған жететіндей күшің бар деп, Мен емес сіздерге вампиризм туралы айтайын. Неге? Себебі сол үлкенді баққан екі әйелдің өзі вампиризммен айналысып кеткен, Үлкен, дұрыс қартаймаған үлкендер өздерінің балаларынан, үлкен ата болса әжеден, кейбір әже атадан алады. Әсетәр, ты мешаешь, пожалуйста, наверное, шықшы. Онда қозғалма. Әсетәр, шынымен де сен маған кедергі келтіресің. Келтіріп отырсың ғой сен. Ойнап отырсың, бәрін қозғап отырсың. Папа айтты ғой саған мамаға мешать етпе деп. Міне осылай. Жаңағы мамасы өмір сүрмейтін бір бала. Соны енді жайлап алтыға толды ғой, сол вампиризмге айналысып кетпесін деп бөлу керек болып жатыр. Өзімнен кішкене 3-4 күннен бері тіптен бөліп жүрмін. Себебі мектепке баратын бала қатты мамасына жақын болғаны кішкене болмайды, Жайлап безболезненно, осы темаға келе жатыр қыздар. Не зря, баламен қасымда менімен жабысып отыр. Вампиризм деп неге именно айтып отырмын? Басқа термин жоқ, андай қан ішіп жабысатын таскене деп ондай айтқым келіп, жаман сөздер айтқым келіп тұрған жоқ. Просто термин вампиризм жақсы ойлайсыздар ғой. Ар жағы белгілі ғой. Просто ол сөз біздің кішкене қазақы құлаққа әлі қатты. Біз вампир десе күшті әдемі кино елестейді. Ал жаңағыдай адамға таскенеше жабысқан, қан ішіп адамға өмір бермейтін адам деп айтса, онда біз адамдар жек көре бастауымыз мүмкін. Мысалға, мына баланы біз дүнияға келеміз. Дүнияға келген баланы біз суалтамыз ғой. Сол сияқты вампиризммен айналысып жүрген адамдарды біз бала суалтқандай арылуымыз керек. Гүлмира ханым, қалыңыз қалай? Тема жалғасып жатыр. Ене туралы, қартты бағып отырған келіндер туралы. Даже былай қарасаңыздар, қыздар, мен осы бір мысалды айтып кетейін. Бүгін есіме түсті. Бір қызымның менің балабақшасында бірге барып жүрген ата-ана, кездесеміз, тым жақсы ата-ана. Біз 3 жасында баланы береміз ғой. Бала уже 5-ке келді. Бұрын түрі басқаша жүретін адам соңғы кезде қатты азып кетті. Мен жайлап айттым. Бір күні көктемнің жаздың уақытында, июль примерно, май, июньде көрдім. Айтам, сіз бір түрлі болып кеткенсіз деп. Содан бұдыған қойшаш, сен бір түрлі болып кеткенсің десем, шаршайым дейді. Өзінің әкесін бағып отыр екен, 85-тен асқан. Папам кәдімгідей енді барлығын дайындап беріп отырсам да, айқайлап, қатты сөйлеп, өсіп кеткен қызға да не әсер етпей ма деп, оны да ойлаймын. Күйеуіме рахмет, қайта үндемейді дейді. Бөпеңе бір сүт құйып берші, бар, бұд өкісіне сүт құйып беріңдер. Өстіп жұмсап жүрмесе, жігіт болсын. Содан мен сөйлестім онымен. Онда мен айттым да, үлкен кісіні баққанда
өзінің папасы ғой енді, ата ене бағып жатқан жоқ. Соған мысал келтіріп айттым, бір инсультпен жатқан, бақырып жатқан енемен жатқан әйелдің жағдайын айттым. Сосын былай өзіміздің әке шешеміз де бар ғой, телефонмен хабарласып, неге хабарласпайсың, әйтеуір сәлем қыздар, қалайсыңдар, сәлем, бір хабарласып қолын босап бір хабарласқанда, біздің қызымыз бар екен ғой деп жаңа прикол ұстап бір жағынан сөйтіп күліп, қалжыңдап, жиі хабарласпайсың ғой деген сияқты өкпесін білдіріп жатады да кейбір әке шешеміз. Мысалға бір қыз жылайды келіп жазып, кім, мамам деген маған, үмітімді ақтамадың, бүкіл жаңағы саған. Папа қайтшы? Сол үмітімді ақтамадың, сені саған күшті оқу оқытып, саған бүкіл күшім салып едім, күйеуге шығып кеттің деп, күйеуге шыққан жаңағы қыздың мазасын алып, жаңағы келіншек болып отыр ғой, келін болып отырған қызды сөйтіп қанайды екен енді, кәдімгідей телефон соғып, жыларман болып тұр, мамам маған сөйтесің, мамаңдікі дұрыс емес дедім. Ешқандай да дұрыс емес. Сен еркек емессің оны асырайтындай, даже если ол қалай қылғанда да әке шеше бізге міндетсінбеу керек. Сол сияқты біз де оларға міндетсінбеуіміз керек. Бір әке шешені көрсең, осы жастар бақытты болса болды деп отырады кейбіреулері. Ал біз бақытты келайын, сен мені бақыт деп жаңағы күтеді, қайтарымын күтеді. Енді ондай адамдар болады, ондай адамдар қандай болады да? Адамдардың өзі қуат, Алладан қуат алу білмей, адамнан қуат алатын адамдар қандай болады? Олар бірінші вариант, жаман вариант. Ыңылдайды, өмірі ауырады бір жері, өмірі бір нәрседен қорқып кетеді, өмірі бір нәрсені уайымдайды, әркімді аяйды, Құдай-ай, өзін әлсіз нетіп осылай. Ол жаман, ондай болған. Сосын екінші вариант, олар, мен өзім точно бір жерден қаншақпын көргендерімді айтып жатырмын, если что қосыңыздар, сіздер тоже тағы бір вариант болса. Екінші вариант андай етеді, негативті айтса рахаттанады да, сен ол негатив айтса сенің ашуланатынын біледі да, оған сенің аяп сөйтесің ғой, сондай энергияң келеді. Құдай-ай, сен сөйт онда, қой нағыласың, уайымдамаңыз. Болмаса бір нәрсе бірдеңені қой, қорқып не керек, олай қорқуға болмайды. Мына сөзбен жаңағы айтқанды қалайды да, ол өтірік істейді оның барлығы. Кейін ол сенен энергияны алып алады да, басқа адаммен басқаша сөйлесе береді ол адамдар. Сосын тағы біреуі, мысалға, сенің бұл таққан, пожалуйста, алтыным, шететпеш, бұзып жатырсың, адамдар тыңдап отыр, пожалуйста, папаға айтамын қазір. Отыр, или ана жаққа бар. Отырам. Отыр, қозғалма. Әсетәли, сөзін бөліп жібердің. Ондай адамдар, біреуге чувство жалости керек, біреуге сенің андай всплеск эмоция керек да, жаңағыдай қосылып анау саған өз бүйтіп отырады да, сені вадить етеді, жаңағыдай негативке вадить етеді. Сен негативке кәдімгідей ана кіріп жұлқынып, жаңағы біреуді жамандаса, қосылып жамандасаң, біреу жаңағы қазір шетінен жамылып, барлығы шетінен вахабит, шетінен тағы бірдеңе, или болмаса қазір деген үкімет оңбаған, бірдеңе, тағы қандай не бар, ана көрші деген өмірі бұндай, бір сондай айтады да, сен оны қосылып кетсең, ол сенің энергияңды алады да, сен бүйтіп сылпиып қаласың, а ол тойып алады. Сосын ол сол өзі бастайды да, ол сен егерде көңілін қимай соған қосылып жамандасаң, ол барады да, келесі күні жаңағы адамдарға сені солай деп айтып отыр деп айтады. Әсетәли, иди отсюда. Бар. Папаға айтамын қазір. Папасы шақыршы, мешайт етіп отыр. Бара қойшы, өтінем. Бала ғой бәрі қоймайды. Ят болады, иди. Ты что делаешь?
бала ғой, қоймайды, ойнап отыр. Мына жерде ұят қой, мына жерде қарайған халыққа. Папасымен қорққан, енді қайтемін осылай. Ақерке, сәлем, қалайсың? Сонда неше түрлі адамдар бар. Енді тағы бір адамдар адуын келеді. Адуын офицерине, генерал ата, айқайлап, осы қатты сөйлеген кезде одан біреулер қорқу керек. Оның сенің қорқыныш энергияң керек па? Көрдіңіздер ме? Алладан энергия алу білмейтін адам біреуден чувство жалости энергияны алады. Қой, не қыласың? Уайымдама, қорықпа, қорыққан емес бірдеңе. Или болмаса, сол жаман, деп эмоция шығаруың керек та, сен тағы біреу или қорқуың керек анадан. Келіп қал. Сөйтіп эмоция алады, сондай адамның қасында көп отырып, сол энергия түскен адам, сол низкий вибрация ғой, жаңағы олар ана шылар ғой, енді оразаның уақыты атын атпай-ақ қой, оразаның уақыты өтіп кетті, ешкім байланып тұрған жоқ. Шылар бар ғой, солар сол вибрациямен питается. Сондықтан ол сол вибрациямен қорқытынетін болғаннан кейін красотка болып отырсыз. Менде трансформация болып жатыр деймін ба, 2-3 күннен бері. Йогамен бастап едім ғой, соған вообще буындарым қозғалып жатыр. Бүгін жаңа білмеймін, әйтеуір қайдан шыққан, желкемнің тұсынан қатты тер шығып, өзім емдеп, мида көп андай өзгерістер болды, төңкерістер. Біраз андай біртүрлі маған осы май-июнь бар ғой, неге екенін білмеймін, менде миымда өте төңкеріс болатын уақыттар, именно осы уақыт. Әлде көктемнен жазға өтетін уақыт неге именно маған? Санайды, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 8 ай, да? Неге олай етеді екен? Туған күннен 8 ай. Май, июнь, июль, август, сентябрь, 4 ай. Білмеймін, әйтеуір осындай уақытта көбіне менде әлде жаздың уақытын өзім жаңағыдай көп шаруа істейтін уақыт деп өзім миыма қойып қоямын ба? Жаңа нелер беріледі, тапсырма беріледі. Жаңа тапсырма. Ақерке, помнишь, баяғыда бірінші қыздар деген не бастаған кезде марафон жүргізіңізші дегенде, білесің ғой сен менің бүкіл немді. Бірінші радиологияны еттік, сосын қазір кәдімгідей полностью бұйырса пост жазам, объявление жазам. Мен түсіндім, жаңа айтып жүрдім ғой, неге қанша мақсат қойсақ та біздің молшылық, изобилие жаңа несінде болмаса, молшылық туралы ойламасақ, миымыз жаңағыдай өзіміздің жүрегіміз кең болмаса, ештеңе келмейді. Соны кәдімгідей медитациясы бар. Мынау не ғой? Үйде қонақ, үйде киіп аламын осыны. Ақерке, мен үйде, мен сендерге бастан айтамын, қонақ киімдерін үйге киіп алыңдар. Мамалар жаққа барайын жатсың ба деп, нетеді, балдар түсінбей қалады. Кейде киіп үйде жүрем, кейде мен кие берем, мына көйлек, 2011 жылы 16.500-ге киіп алдым, турецкий көйлек. Дым нетпей қойып, далаға да киіп аламын, жуған уақытта намазға киіп аламын, үйге киіп аламын. Көбіне намаздан кейін шешпеймін бол. Динара, сәлем, қалайсың? Любимый осындай цвет тағы таппай жүрміз. Материал тауып, тігіп алу керек болып тұр. Сол енді жаңағы энергетический неге сол енді видишь, Ақерке, мен енді адам өседі ғой. Қазір енді өзімде трансформация болып жатыр біраз. Ақша жөнінде мен сабаққа қатысып көрдім ғой, әдейі. Ақерке, мен кімге қатысты дейсің ғой? Өткендегі Айнұр Тұрсынбаеваның сабағына қатысып көрдім. Мына келесі сабаққа да жазылып қойдым. Оларда быстро не айтады да, бүйтіндер, сөйтіндер деп айтады да, бірақ сіңіру керек оны сіңіру керек. Оны алып алады да, блокнотқа жазып алады да, адамдар өзінің несіне қайтадан. Білесің ғой менің методикамды. Жаңа неге түсіп кетеді, өздерінің қайтадан жаңағыдай бытқа түсіп кетеді, өзінің бұрынғы өміріне түсіп кетеді. Жаңағы 1-2 күн 7-8 сағатта кетіп қалады ғой. 1-2 күн естіген информация бүйтіп басына айналып жүреді, артынан ұйықтап қалады. Сондықтан кәдімгідей 21 күн ұстап жұмыс істеген болып тұр. Соның ішінде жаңағы радиологияда бола береді. Білесің, постепенно істелетін радиологияда бола береді. Мақсат, 10 шүкіршілік, 10 мақсатта да берем, еще
15-20 минуттық медитация изобилие шақыратын сондай кішкене реттеліп жатыр. Соның барлығын берем бұйырса. И арасында дыхательное упражнение 5 основной йоганың несін берем. Қосымша тағы 1-2 берем. Йоганың упражнениесін, сосын восточный танцы можно показать еще. Бүгін жаңа кешке қарай тағы өзім билеп алып, есіме түсіп кетмей айтпақшы. Восточный танцы қосайыншы, соны берем де, мысалы, телеграм группаға ұстап, бүкіл информацияны беріп, видеосын беріп қойып, қоям да, сосын любой уақытта нетеміз. Адам қарайды да, бір группада отыр, қарайды да, соны орындай береді. Және кім соны жасады, плюс. Я кітап оқысақ та уақытша мотивация қайта орынға түсеміз. Сол ғой, сол енді 21 күнге жасағым келіп тұр, бұйырса көреміз. Динара йогамен айналысатын қыз берді. Динара, сәлем. Йогамен айналысқаныңа неше жыл болды? 3 жылдан асты ма? 3 жылдан кейін ғой кайф йогаға. 3 жылға дейін сковность бәрібір болады. Ол ана кәдімгі мысық табандап дейді ғой. Мысық табандап, мысықтар деген қойған жаңағы несі аяғының басқан естілмейді ғой. Йогада қатты неге кіресің ғой, уже толық йогаға денеңді игеріп алған кезде қолың мен аяғыңды мысық сияқты қоясың жерге. Чувствуешь барлық каждый клеткаңды. Йога деген өзі керемет. Егер кірісіп кетіп айналыссаңыздар, шынымен де ең бастысы ясный ум, денеңнің барлығын сезіп тұрасың. Себебі әрбір асана, әрбір упражнение, асана дейді ғой, әрбір жаңағы жаттығу сол дем арқылы жасалады. Енді жаңа вампиризмді жалғастырайын. Сол жаңағыдай неше түрлі өзім байқаған вампирлерді айттым, жаңа қандай болатын, сенен қандай информация алатын. Ол жаңағыдай низкий вибрациямен қоректенетін адамдар, олар Аллаға сыйынбайтын адамдар қуатты сондай негативпен алады, или сенен жалғыз етеді. Және сондай адаммен араласқан адам сол низкий вибрацияға ақыр жаңағыдай қалай күресуді білмейді, соған түсіп кетеді де, два сапаға параға айналады. Бірде мынау тиран, мынау жертва, бірде мынау тиран, мынау жертва ауысып сөйтіп отырады. Одан шығып кету керек. Мастопатияны қалай кетіреді, айжана. Мастопатия дегені чрезмерная материнская любовь деп айтады, негізінде біріншісі. Слишком балажан болсаң, қазақша айтқанда. Сосын өзіңнің әйел табиғатыңды қабылдамау деп айтады. Өзін әйел ретінде дұрыс өзіңді қатты сыйламайсың. Өзіңді әдемі деп, болмаса бір әдемі әйел деп санамайсың. Қабақтарын түйіп ашылмайтынына қалай қатынас жасау керек екен. Неғыласың? Ол адамға қабағын түйіп отырып алған ыңғайлы болса отыра берсін. Шайын бер, тамағын бер, бірге тұрасың ба? Шайын бер, тамағын бер, үйіңді жина, төсегін салып, өзі салса салып аласың, салсаң салып бер. Сол қызмет ет, болды. Міндеттемесін қыздар, ешкімді тәрбиелеуге міндеттемесіңдер. Даже жаңағы вампирді мен тәрбиеле деп айтайын жатқан жоқпын. Наоборот, емшектен шығарады баланы. Мен мысалы 6-дағы бала әлі жағы меңімді ұстайды, мен жерде мең бар. Содан оны әзер қойдырдым. Одан жаңа ана жақты сірә ұстайды, білесіңдер, мама жақты маманы ұстайды, оны қойдырдым, мұнан ұстайды, одан құлақ, одан кіндік. Қазір қолтыққа шықтым едім. Әсет әлі қасыма жақындасам, мен уже қолтығыма ұрады, қолтығымды ұстамашы деп. Соны енді шығарып жатырмын да баланы. Өзінен өзін алыстату керек. Ертең ол бала 8-ге жақ, 8-9-да өзі-ақ сенсіз ұйықтайды, бірақ қазір ол баланы желап нетуім керек. Мектепке баратын болғаннан кейін өзімнен алыстатуым керек. Сол сияқты мына баланы ренжітпей, және жаңа баланы суалтқанда да баланы қатты травма қылмай баланы суалтамыз ғой. Сол сияқты құлаққа қоймай 4 әлі ұстай берсін, ештеңе етпейді, 5-6-ларда қойдырасың ғой. Сол кәдімгідей жаңағы сондай енелер бар, келіншектермен телефонмен консультация болғанда айтамын ғой. Кәдімгі баланы емшектен шығарғанда баланы жек көрмейсің, сол сияқты шығарамыз, иә? Қыздар, кәдімгідей ол вампир адамдардан былай ол. Қалай айтсам болады? Бір адамның қасында отырсаң, шаршап қаласың, иә? Сен сорып тастайды. Бір адамның қасында отырсаң, 5-6 күн рахаттанып жүресің. Ол қандай адамдар? Бір адамның қасында отырсаң, рахаттанасың, қандай адамдар? Энергия сенен басымдау адамдар болса,
сенен көбіне ер адамның энергиясы басымдау болады да. Энергиясы басымдау адамнан сен энергия аласың. Сен ішкілігін қалай қойдырам, салта ішкен қалай қойдырам деме, Телеграмнан майрок деп іздеп көріңізші, сол менің каналымда күйеуімен, енесімен, қайна апасымен қатты ұрсысып отырған әйел соны ішіндегінің барлығын тыңдап жағдайы жақсы болды, балам бәрі жақсы искей берсін, нормально. Иске бұна мамасының аяғына жататын балдар олар деген успешный болады, ете берсін. Сонда мен қазір мысалы күйеудің ішкілігін қалай қойдыруға болады, мысалы мына теманы ойлап отырмын. Ол деген бірінші сен оны ойлама, қыздар. Мен соңына вампиризмді де бәрін айтайын деп отырғаным, біз өзіміз мынаған не дейді жаңағы қазақта, қайсысына жарылам дейді ғой, қайсысына жарылам дейді ғой. Мынағанда энергия берем, анағанда мынағанда энергия берем деп жүрген кезде, олар видиш, энергия беруші болу үшін бірінші өзің энергияны өзіңе толықтырып алуың керек. Бірінші өзіңді дамытып, өзіңді тамаша етіп алуың керек. Сен салта, егер сен өзің қазір бүгіннен бастап, қазір осы эфир біткеннен кейін жақсылап басыңды жуып, бұл деген үлкен бас жуу деген, басыңды жуып кәдімгідей, кімнің басын жуасың, салтанаттың басын емес, салтанат деген арудың басын кәдімгі әдемілікті красавица басын жақсылап жу, жақсылап шашыңды әдемі шампуньмен жу, бетіңді жақсылап жу, бар креміңді жақ, массаж жаса, барлығына массаж жасап, көздің айналасына бәрін массаж жаса. Сәлем қыздар. Массаж жаса, үстіңнің барлығын жидкий мылымен илейді, күшті жақсы иіс шығатын мылыңмен жу, аяғын, тырнақтарын барлығын жібіген кезде, мен педикюр, маникюр жеркенен бармай былай ысырып жуып жіберсең, бәрі кәдімгі педикюр, маникюр болып тұрады. Сөйтіп жуып өзіңді бүгін қазір мысалға біреуге айтсам душқа түс десем жүйрейде мүмкін емес дейді. Жоқ, тазикке су құйып алды, онда суға сүлгіні батырып, сонымен суын бәрін жақсылап ысқылап жуып, суымен жақсылап шайып жуын жақсылап, және тап-таза киімге, мына қонаққа киетін киім киіп ал үйде. Біз өзіміз мен тек қонаққа барып киюім керек па, неге мен үйде киюіме болмайды? Үйде киіп жүре беріңдер. Қонаққа баратын киім киіп алып, бүгіннен бастап қонаққа еще лучше көйлек потом сатып аласың. Сосын төсегің әдемілеп, әдемі төсекке ұйықта. Бүгіннен бастап сен әдемі ару, біреудің ару қызы болдың кеше, бір үйдің әсем алтын келінсің, бірнеше баланың әдемі анасысың, бір азаматтың әйелісің, әдемі әйелісің, жан жарысың. Өзіңді жақсы көр. Өзіңді жақсы көргенде, мына сен өзіңге көңіл бөліп жуынып жатқан кезде саған энергия келеді. Сол энергияға тойып аласың. Күйеуің ішіп алған, сенің түрінен көріп, не, біреуге ғашық болып қалдың ба? Қайда баратсың? Деп, мысалы, мен білмеймін, просто айтып жатырмын да, енді күйеуің мінезін білмеймін ғой. Сөйтіп тиісіп жатса, для тебя де, сен үшін киініп алдым де. Ренжіме, ана ішіңде только ол адамға деген өкпе реніш болмау керек. Ол адамды қарғап тұрмауың керек. Кәдімгідей неден болады? Ер адам неден ішеді? Ер адам біріншіден қандай варианттар бар? Жауапкершілігін мойнына алмайтын ез болуы мүмкін. Бірақ көбінесе баяғыда жақсы еді, соңғы кезде осындай болып кетті деген әңгіме айтады. Баяғыдан ішеді. Баяғы 5 жасынан бастап ішіп жүрген сондай оңбаған адам. Енді өзің күйеуге шығарда оның соншама ішетін, соншама албасты екенін көрмей қалған ештеңе жоқ қой. Оның бір жақсылығын көріп оған шықтың ғой, енді сенімділікті қалай күшейтемін. Вот жайлап айтып жатырмын. Содан басталады қыздар, элементарно. Бұйырса қыздар, мен сабақ өткізейін деп жатырмын ғой. Реклама жасай алмайды екен мен. Бәрін айтамын. Мен 5000 деп қойдым, мен сұрақ қойып едім, ешкім қойған жоқсыңдар. 5-тен 10-ға дейін атаңдар деп едім, 7000 қоя алмай отырмын, себебі мен білмеймін, карантиннен шығып отырып қой, ақшаны нете алмаймын,
мұсылманша қойдым. Оның ішінде радиология сабағы болады, кәдімгідей марафон, иә. Сол өкпелеп тұрам. Видишь, сол құртат энергия, сенен энергия шықпағаннан кейін ол қайдан алады? Арақтан алады. Радиологияны толық медитациясын барлығын берем. Бірінші радиология жасаймыз. Мен 5 күннен істеймін бұл жолы. Потом көреміз, потому что экспериментальный. Радиология берем, сосын 10 шүкіршілік, 10 мақсат, оның ішінде жаңағы, енді білмеймін, жазуларыңыз керек. Егер жазбай, орындамай қалсаңдар, ол өздеріңізге енді. Мен бірақ информацияны жақсылап берем, барлығы группада сақтаулы болады. Содан кейін арасында барлығы мен 21 күнде бергім келіп тұр. Себебі неге осындай уақытта бұрындары осылай не келеді да, соны мен беріп қалуым керек. Беріп жіберуім керек. Келіп тұр информация, мен марафон қылып беріп тастауым керек. Күнделікті ешқашан тамақ пісірген жалығып кеттім. Айгүл, сен тамақ пісіргенде жалығып кеткеннен кейін жының келіп, не хотя беріп тұрғанда деп пісіріп тұрғаннан кейін жеген адамның бәрі өмір сүргім келмейді. Шаршадым. Балдар сабағын оқымайды, күйеуінің жолы болмайды, енеңнің настроениесі жоқ, атаңның настроениесі жоқ. Түсініп тұрасың ба? Бәрі сен тамақты пісіріп жатырсың. Сен тамақ пісіргенде қандай энергия құйдың, соған байланысты. Сен жалқы болу үшін сен не істегің келеді? Сен әдемі бір жерге жұмысқа кіріп кеткің келе ме? Әдемі киім киіп үйде отырғың келе ме? Әлде болмаса қыдырғың келе ме? Басқа адамға сол шабытты бересің, сол шабытпен жаса. Пісіріп тұрсың ба? Күйеуің қандай болғанын қалайсың? Алладан тілеп тұрып пісір. Осыны қазір күйеуің жейді. Сен көзіңе бірдеңе елестетіп тұрып пісір. Атаңа қандай болған, денсаулығы жақсы болып кетсін ба? Енеңе қандай тілесің? Балдарың қандай болсын? Сол кәдімгі фантазиямен Алладан тілеп тұрып, соны ойлап тұрып пісір. Сенің әрбір тамақ пісіру, қыздар, тамақ пісіргенде біздің не ойлап тұрмыз, соның тамақ жеген адамның біздің не ойлаған кезде психикамыз дейді да, жеген адамның психикасының 80% біздің ойымызды алады екен. Поэтому опасно. Сен жалықсаң тамақ пісіруге, онда лучше пісірме. Сен адамды улап жатырсың, қарғап жатырсың, не надо. Пісірерде саған күшің жетпей жатса, Айгүл, күшің жетпей жатса, не қосып қой? Құран қосып қой. Алланың 99 есімін қосып қой. Егер сен әлі мысалы, мен білмеймін ғой сенің рухани деңгейің қандай екен. Сен егер Құран бірдеңе естігенде нервің ауыратын болса, сен әлі рухани өспеген болсаң, сен пісіріп тұрып, жының келіп тұрып пісіресің, лучше хотя бы сен бір әдемі бәрі бірдеңе жақсы болады деген ән ба, білмеймін, соны қойып қоясың ба, қандай өлең бар тағы, білмеймін, сондай бір жақсы көңіл күйде пісіруің керек, иә? Негізінде құлағыма есіме келіп жатыр, айтып жіберейінші. Құранның дауысын естігенде жыны келетін адамдар ішімізде шы бар деп ойламаңдар. Ол көбінесе бала кезімізде бізде бұрын Құран қай уақытта оқылады? Кейін ғой бері керекте азан шақырып, мешіттерде азан шақырыла бастаған. Бұрынғы біздің кезіміздегі Құрандар тек қана адамға жаназасы шығарып жатқан кезде оқылады. Көбіне адам қайтқанда оқылады, молдалар шақырып. Содан кейін бізде жаңағы неден Құраннан неге қорқамыз, иә? Себебі бізде Құран естілгенде атам қайтты, ана Құран оқығанда ағам қайтты, жаңа папаның ағасы. Бір Құран оқылғанда біреу қайтты деп сөйтіп нетемізді біз, ана бала детский страх қой, ассоциация дейді ғой, бізге Құран оқылады, значит адам өліп жатыр деген сөз деп біз соны қорқуымыз мүмкін. Сондықтан Құранды кәдімгідей жайлап естіп, тыңдап, бірінші Сами Юсуф бар ғой, Сами Юсуф 99 деп теріңдер, 99 имен Аллахы деп. Сонда сол енді әлем, бүкіл әлем тыңдайтын әнші ғой, ұлты Әзірбайжан, бірақ шетелде тұрады. Соның 99 есімін тыңдап, кәдімгі рухани нетіп алғаннан кейін жайлап Бақара, Ясин сүресін қосып, Уақиға сүресін қосып, иә, соны қосып, кәдімгідей өздеріңіз Құранды үйге қосып қойып, атаң айқайлап, енең шошып, күйеуің бақырып, қорқып кетпесін. Жай қойып қой, құлағың наушникті тыңда, или жай қосып қой. Енді мен неше түрлі адам бар ғой, қосып қойып үйде берекетсіздік, Құран берекет қашырмайды. Құранға үйренбеген адамдардың берекет қашып кетуі мүмкін. Сондықтан естілер, естілмес, через наушник қосып қойғанның өзі әсер етеді. Сол кәдімгідей үйдің аурасы тазарады.
жайлап бір жыл бойы дауысын шығармай қойсын, бір жылдан кейін сәл шығарып қой. Сонда ана қабылдауы жақсы болады. Неге? Себебі үйде Құран қосылғаннан кейін үйдің аурасы тазарғаннан кейін, атмосфера тазарғаннан кейін адамдардың да көкірегі тазарады. Көкірек тазарады. Гүлжан ханым кірді. Хитулла, саламатсыз ба, қалайсыз? Жанат, сәлем қыздар. Сол енді мен вампиризм туралы айтып жатыр едім. Орта жолда күйеуді сұрады, өмірі өкпелеп жүрем. Неге? Сенің күйеуің неге ішеді? Неге ер адам ішеді? Негізінде менде бір қыз хабарласты, бір жыл бұрын июльде ме хабарласты. Күйеуім дейді, менің бүкіл киімдерімді быт-шытын шығарып қиып тастаған, менің үстімде тек қана қазір не тұр, жұмыс киімім тұр, бір компанияда істейді. Маған сізден Алматыдағы бір қыз айтты дейді, өзі Ақтауда тұрады. Мен сөйлесіп қалсам, өзінде деген страхтан дірілдейді екен, өзі сонда ер адамдардан қорқып дірілдейді. Бірақ папасы өте жақсы адам, бірінші күйеуі өте не болған, ауыр болған. Күйеуі кәдімгідей есікті жауып қойып, мына бөлмеге адам әкелетін болған ғой, өзінің адамын. Понимаете, сондай өзін қатты неткен. Сол енді сұрасам да, ол предложение жасағанда бір боғауыз айтып тұрып айтқанда, бір жаман сөз айтқанда, ол сол кезде она допустила сол адамды өзіне қабылдады. Жаман сөз айтып тұрғанда, предложениені жаман сөз қосып айтқанда, сонда оған ол нормально болды. Енді ол балай сол кезде 700 мыңдай ақша тауып жүрген бір поездкасынан. Кейін ақша таппай үйге жатып алған. Ішкенде енді вообще жаман болып кетеді. Қазір Аллаға шүкір, енді бұрынғыдай қатты салынып кетпейді, бірақ қызымыз әйтеуір Аллаға сыйынып, Құран оқып, дұғалар оқып, қайта оқып жақсы болды, Аллаға шүкір. Негізі қатты айтуға болмайды екен. Мен түсінгенім негізінде көз бірдеңеден қорықпаймыз ғой, бірақ әлі ауада тұрған состояние ғой, адамның жүрегінің состояниесі әлі орнығып кетпегеннен мен көп күшті болып кеткендермен көбіне айтпаймын. Тоқтап қалам да, кері жатам, тоқтап қалам, нет, нельзя деп. Счастье любить тишину деген рас екен. Айтпай қалам. Қазір шүкір енді, Аллаға шүкір. Сонда ол бұрыннан солай кішкені ішкілікке жақын екенін білді. Кейін қатты ішіп кетті. Неден? Себебі бұл келіншекте ер адамнан қатты қорқады дірілдеп, страх көп. Соның барлығын кетірдік, Аллаға шүкір. Ол маған 2 ай сайын телефонмен сөйлесіп, қалшылдап дірілдеп жазып тұрды. Былай консультацияны да бердім. Ұзақ жұмыс істедім, мен оны аламда марафондарыма қосып жіберем, қайта қосам. Сөйтіп не керек? Ол қызымыз жақсы болды, бірақ неден болды? Ол өзін мықты нетеді екен, өзін өзі жейді екен, өзін өзі сыйламайды екен, өзін өзі тіптен жақсы көрмейді екен, өзін өзі жақсы көрмеген адамда қыздар. Мен былтыр марафонда өзін әйел жақсы көргендер марафон өткізем дегенде жаңағыдай болды ғой, аян деп еді ғой, аянмен жаңағыдай мынаны өткіз. Енді мен соны айтқым келіп отыр, өзін өзі жақсы көрмесе адам басқа адам жақсы көре алмайды. Өзін өзі кінәлап жүрген адам басқа адамды кінәлайтын болады. Өзін өзі жек көрген адам өзге адамды жек көретін болады. Сондықтан қыздар, өзіңізді жақсы көріңіз. Мен жаңа жоғарыда айттым ғой, жақсылап жуыныңдар, ешкімге ренжіме, өміріңді қолың ал, ты не жертва. Айналып келгенде, жеке конституцияда қыздармен сөйлесіп қалған кезде айналып келгенде күйеуі жертва болып шығады, қыздар вампир болып шығады. Айналып келгенде күйеулерін аяп уже жылағым келіп кетті деп атады кейбіреулер. Күйеуімді аяп бара жатыр, мәссаған, құртыппын ғой мен оны. Еркектікі нені өзін өзі жек көреді, алады да, әйелдік табиғатын қабылдамайды да, ер адам болып кетеді. Ер адамның несін тартып алады, энергиясын тартып алады. Ана еркек не істейді? Ер адамның бүкіл мақсаты орындалмай жатыр, арманы орындалмай жатыр. Енді не істейді енді? Арман мақсат жоқ. Әйел деген, әйел шабыт беруші, Шамиль Әлеудинов айтады да, күйеуге деген претензия айтқанда, лучше вы живем, мозг его, еркектің арамен, лучше басын, миын арамен кесіңдер дейді да, чем оған кемшілігін айтып, ер адамды жаңағыдай неткенше, рубить еткенше, лучше солай тірілей ер адамды арамен кесіңдер дейді. Поэтому қыздар шабыт беруді білу керек. Ер адамды көтеруді айтыңызшы дейсің ба? Мен мақтануға Алладан қорқам, бірақ ер азаматымды Аллаға шүкір
көтерді, мықты болу керек, өзіңді жақсы көру керек, өзіңмен өзің айналысуың керек. Бірақ 7 күннің ішінде, 7 күннің 3 күнінде зырылдап шапқылап жүру керек. Соның бір күнінде ленивая женщина, өзін өзі аяйтын красавица айналып кетеміз. 3 күн сен оның алдында, бала шағаның алдында күшті болып жүріп, бір күнде расслабиться дегенде ешкім нетпейді. Бұтаққан немешай, папа айтам қазір. Ақылың бар ғой? Не? Мысалға, понедельник, вторник, среда, четверг расслабляемся. Пятница, суббота, воскресенье. Не? Можно понедельник расслабиться. Вторник, среда, четверг. Күшті боламыз. Сөйтіп өздерің 3 күнінде мысалға нетіп мықты болып, бір күнінде демалып, өзіңіз жоғарыда уақыт не кетіп қалды дейсің ба, Ақерке? Сөйтіңдер, расслабиться етіңдер, болмайды. Соңғы 3-4 күн таңертең атынан інім күйеуіме қатысты уайымдаған жеке бір түсімді көріп жүрмін, Аллаға тапсырып қойғам. Соңғы 3 күнде таңертең ата-анам, інім күйеуіме қатысты түс көріп жүрсің ба? Сен көріп жүрсің да, соларды көріп жүрсің түсіңде. Енді Ақерке саған сұрақ қояйын, Ақерке, сен олар туралы уайымдап қойдың көп, сосын түсіңе көрдің, мысалға сен білесің де, уайымдағанда, сен тем более қазір аяғың ауыр болғаннан кейін өте қатты өзіңді қабылдайсың. Сен бірақ мынаны ұмытып кеткен шығарсың аздап да. Білгенмен де мен тағы бір рет айтуым керек шығар. Оларды уайымдағанда сен бір нәрсе шеше аласың ба, Ақерке? Алланың ісіне араласпа, Аллах тағала өзі барлығын шешеді. Біз қауқарсызбыз, біз тек қана тілеп Алладан дұға қыламыз да Құран оқимыз, болды. Біз қауқарсызбыз. Біз өзімізді бірінші жөндеп алайық. Жаңағы күйеудің ішкенін қалай қойдырамыз. Бірінші өзіңді жөндеп ал. Кәдімгідей ең болмаса уақытында басыңды жу, уақытында бетіңді жу, уақытында тырнағыңды қара, уақытында іш киіміңді ауыстыр, уақытында әдемі көйлек ки. Бірінші. Ең болмаса. Және уақытында Аллаға сыйынып, көкірегін тазала. Күйеуді содан кейін, баланы содан кейін ғана ойлайсың. Сен егер тек қана күйеу мен баланың алдына шапқылап жүрсең, сен тень болып қаласың да, көлеңке болып қаласың. Сенің авторитетің баланың алдында да болмайды. Мама, не істеп тұрсың? Тамақты алдыма қойшеш, күтіп отырмын ғой деп саған айтуы мүмкін. Хорошо? Күйеудің абыройын көтергенде де бірінші өзің, бірінші психологтар әйелді қарайды екен. Жалко мужика деп айтады екен. Құртайын деп тұрма еркекті көрсе. Вот, действительно, әйеліңді әкел деп айтады екен да. Мен біреуден естідім. Әйеліңді әкел деп айтады екен. Әйеліңді көрейін деп. Мысалға, күні бүгін әңгіме болды. Бір рубашканы ütіктеп берді. Рубашканы ütіктедім. Киіп жатыр да, материал күшті болсын. Сен киімге, мен шындығында күйеуімнің киімі менен көп. Мен себебі ол светский адам болғаннан кейін мен көп киімді көп алдырдым. Мен өзім баламен отырғаннан кейін бір-екі киім болмаса, мен көп киімді қатты ала бермеймін ба, бір нәрсені киіп алып тастамайын ба, бір қызық әдетім бар. Бірақ киімді әдемі киім жақсы көреді, әйел адамбыз ғой енді. Содан айтамын, сен киімге бай екенсің ғой, сен, Аллаға шүкір, жаңағы кезінде бір не болса соны кие беретін вкусқа үйреттің ғой деп айтып жатыр да. Сосын кәдімгідей оның бесін жақында оған біреу сұрақ қойып, мен өзімді мақтап жатқан жоқпын, просто түсінсін деп жатырмын сендер да. Жақында бір жігіт сұрапты, Азамат, сен қалай арықтадың деген. Сосын ол айтыпты, бірінші депті, үйде саған арықтау керек екенін ескертіп отыратын әйелің болу керек. Мен айтамын, мынадай кавычканың ішіне мынадай қос, нервіге тимей айтатын деймін ғой. Оны нервіге тимей жетік сөйлеп, Ақерке түсіндің ғой, менен мың саған соны есту керек, Ақерке, да, Алланың ісіне араласпаймыз. Егер олардың басына қиындық келіп жатыр ма, демек Аллах тағала ол адамдарды өсірейін деп жатыр. Бір қиындық келгеннен кейін міндетті түрде подъем болады. Бір қиындықтың ар жағында керемет жақсылық тұрады. Егер сенде дым деп қиындықсыз өтіп жатса, онда это смерть деп айтады. Жаңағы бұрын пайғамбардың қасындағы кімдер, сахабалар
40 күн бойы сынақ болмаса, қиындық болмаса қорқады екен. Аллах тағала көңіл көзіне ілмеді ау бізді. Аллах тағала мені қарамай кетті деп. Егер если совсем плохо, өмір деген говно болып жатса, это вообще ужас, деградация, значит, сен Алладан алыссың. Егер өмір бірде жақсы, бірде жоғары, бірде төмен, бірде жоғары, бірде төмен болып жатса, онда керемет өмір. Это нормальный өмір. Так что қиындықтан қорықпау керек. Біз баланы тәрбиелегенде иногда жаңа мен ұлыма көріп қалдыңыздар, кішкене аздап қабақты нетуге тура келді ғой. Енді ана қазір бұл деген өте музыкаға жақын бала, қазір анау ауыз жабылмайды. Ол отырғанда ритм ұстап отыратын, абсолютно слух болады. Ана қазір ойнағанда міне өлең айтып жатыр, күнде ол өлең шығарады. Енді папасына қоймай жүр, папа компьютерден қашан өлең жазамыз деп. Сол ұрсуға тура көрдіңіздер, сондықтан оған мана қиындық туды, жаңа жерде қиындық туды. Ол отырғысы келді, мен ол жерден отырғызбадым, қинап мына тұрғызып жібердім. Оған жаман болды ма? Ол ана жерде еркін ойнап жатыр, мен жерде еркін отырмын. Сол сияқты қиындық болса, Аллах тағала баланы тәрбиелегендей бізді тәрбиелеп жатыр деп қабылдау керек. Мен енді жаңағы вампирлерді аяқтай алмай қалдым, вампир туралы. Қалай құтылу керек екен, қалай құтылу емес, қалай суалту керек деп айтайыншы. Қан шерлерді қалай суалту керек екен. Оларға энергия бермей қалу керек. Энергия бермей қалу керек. Міне, сен отырсың, сен оған эмоция бермей қалу керек. Міне, ол былай өтеді, мына жерден бүйтіп біреуді жамандайды, без реакции. Сен сонда көкбет әйелге айналмайсың ол кезде. Көкбет әйелге айналмайсың, мяу деп сен мне плохо деп айтқанда сен безеріп, өле қал деп айтпайсың. Болмаса біреу жамандап жатса, қойшы, шаруам жоқ демейсің. Болмаса жаңағыдай, не істеп жатырсың, мына үй неге жиналмаған сен бүйтіп деп отыра бермейсің. Үшіне примерно төмен, орташа, сосын жоғары агрессия. Содан қалай құтыламыз? Жайлап қана бір бастап жатыр ма? Бір ескертем, біз өзіміздің ниетімізді білдіреміз. Бірінші Аллаға және мына адамға. Біз бір нәрсе, біз Алланың алдында қасымызда сондай адамды маған неге беріп отыр? Сол адамды менің алдыма неге беріп отыр? Ол деп берсе оған жақсы болмайды, ол мұсылмандық емес қой. Біз ол адамның күнәһар болуына жол бермеуіміз керек. Сондықтан оған айтамыз, мына албасты мияулап надоел десе, сен онда күнәһар боласың. Егер сен былай ойласаң, мына өзін жәбірленуші сезініп отырған адам, Алланың алдында мияулаған адам сүйкімсіз болады. Жылай берсең, ақыры ауру болып қаласың деп, біз оны мұсылманша ойлап, бұлай жасаған болмайды. Одан сізге жақсылық келмейді. Лучше сіз далаға шығып жаяу жүріп келіңіз. Лучше сіз барып суға түсіп алыңыз. Лучше сіз музыка тыңдаңыз или Құран тыңдаңыз. Бір примерно посоветуйте один раз и все. Дальше балаңды айналып толған жақсы нәрсе айт, өзің пример покажи, жақсы нәрсе. Көңілді, кәдімгідей бауырсағыңды пісіріп, әдемілеп үйінде жинап, жаңағыдай кісі жамандап жатқан адамға бір сөз айт. Бірінші Алланың, сен онда нағылған оңбаған өзекші, ондай қандай жаман адам демейсің. Былай деп ойлайсың, Алланың алдында қаншама бойына қыздар мына сөзді миға құйып алыңдаршы. Өсек айтатын, біреуді жамандайтын әке, шеше, ата, енеңіз болса, ол адамдар бүкіл елдің, саған бір магнит бар ғой, магнит бүкіл темірді бойына киноларда үстіне жабыстырып жатқан магнитке атады ғой. Сол сияқты ол біреудің боқтарын үстіне жабыстырып жатқан жан емес, ол грязь. Ол сонда ата болсын, ене болсын, әке болсын, шеше болсын, ол сенің қаның болмаса, сенің балаларының қаны бар, болмаса сенің күйеуіңнің қаны бар адам. Ол бүкіл біреудің күнәсін мойнына артып, ауыртпақты ұрпақтарға беріп кетеді. Беріп кеткенде оның жасағандары, біз толық сен бүйтіп арқалап көтермейсің, бірақ сказывается, как-то сказывается все это. Поэтому жайлап айтасың, ол біреудің жамандығын айтса, жай ғана айтасың. Біреудің жамандығын айтса,
ол өзіңе келетін көрінеді, басына келетін көрінеді ғой. Баяғыда біреу сондай еді, сөйтті ғой, көрдіңіз бе, Алла сақтасын, енді жамандаған емес, өзімен кетсін. Дастарханның басында жақсы әңгіме айтайықшы деген сияқты бір айтты, болды. Одан кейін айта берсе, сен өзіңе Аллах тағала жүрегіне иман бере көр. Тағы айтып берсе, жайлап айтты, болды. С любовью. Жаңағыдай ойлайсың да, оны жек көрмейсің. Жағы бала шағаның алдынан келер, Алла сақтасын, бала шағадан аулақ деп, бала шағадан аулақ енді жақсы емес әрине, ол бірақ біздің шаруамыз жоқ қой, әркімнің өзінің өмірі бар. Немерелеріңізден, бала шағаңыздан аулақ деңіз деп кәдімгідей миына кішкене установка қойып жіберу. Жаңағыдай агрессор да деп айқайлап, оған сен ештеңе айта алмайсың, сыйлайсың, сөйтіп деп бақырып кірді ма, жайлап Құраныңды қосып қой, Алладан тіле, жүрегіне иман берсін, не берсін, сен оның қорықпа. Сен біл, ол күштілігінен бақырып жүрген жоқ, ол әлсіздігінен бақырып тұр да. Сен әлсіздігіңнен үндемей отырсың, сен мықтылығыңнан сыйлап отырсың ол адамды. Сен мықтылығынан, сен тәрбиелілігіңнен, сен мұсылмандығыңнан ондай агрессор, айқайлап келген адамды агрессор болып, қатты бақырып, біреудің қорқыныш энергиясын сорып келген тиранды сен оңбаған жаман адам десең, сен онда энергияң жоғалып кетеді. Сен егерде, я Алла, жүрегіне тыныштық беру көр, ол әлсіздігінен бақырып жүр ғой. Бір сөз бар ғой, жақсы адам айналасын байқай келеді, жаман адам не дейді, айқай келеді, айналасын жайпай келеді деп. Ол айналасын жайпап айқайлап айтқан адам, ол енді жаман адамның қатарына кіріп тұр. Ол сен папаң болсын, мамаң болсын, атаң болсын, енең болсын, даже туған апаң болмаса, туған ағаң болсын. Сондықтан кәдімгідей Аллах тағалам әлсіздігі жағы қуат бере көр, Аллах тағала өзіңе деген кішкентай да болса махаббат бере көр, жүрегіне тыныштық бере көр деп өзің Аллаға сыйынып, ол кісіге ондай энергия беріп, мен адамды түзеуім керек демеңдер. Покажи пример, стань примером. Ол бір айқайлайды, екі айқайлайды, а сен цветешь и пахнешь, бұрынғыдай қорықпайсың. Әдемілеп, жағы жуынып алып, киініп алып, үйіңді жинап, тәттілеп, бір берекелі. Ойлайды, мен не бақырып жүрмін? Мына өзі маған энергия беріп жатқан жоқ. Қой, онда мен басқа жаққа бақырайын деп кетіп қалады, или перестань. Сосын бүйтіп қарай бастайды. Мына келін күні кеше, болмаса қызым күні кеше басқа еді, қазір өзгеріп кетті. Бұл адам қалай, неден өзгерді, секретіңді білгің келіп тұрады. Жайлап, сосын басын иіп сұрағасын айтасың. Жайлап. Сондықтан қыздар, вампир деп, ол жаман адам деп, ешкім жамандамаңдар, ол просто әлсіз адамдар ғой. Энергияны қуатты Алладан алу білмейтін, рухани деңгейі дамымаған адамдар. Егер сіз сол адамдардың арасына кіріп кетіп, сен де сол құрсыншы, енем өсек жақсы көреді, мен де өсектейінші деп, көршіні өсектеп, сол уровеньге түсіп кетпеңіз. Мияулай берсе, мне еще хуже, мен баланы бүйтіп жүрмін, күйеуді сөйтіп жүрмін, тамақты бүйтіп жатыр, мен далада сөйтті, күн ыстық деп, тоже түсіп кетпен, түсірме, керек емес, түспеңдер оның қасы. Агрессор айқайлағанға, олар бірдеңе деп, сен соған деген анадан қорқып, одан кейін сен мына балдар неткен, сен балдар сендер не істеп жүрсің, дудың, балдарды ұрып, енеге жағу жүрсің. Мен де сен сондаймын, мы одна команда деп, керек емес, кірмеңдер ешкім командасына. Бір тілек тілей беріңіз, Аллах тағалам, Алла өзіңе сүйкімді болатындай адам болайыншы, Аллах тағала маған бір көркем мінез береді. Өзіңе ұнайтын көркем мінез бере көрші деп, қыздар, сабырлы болып, ішіңмен өзің сөйлесіп, өзіңмен өзің нетіп, тілдесіп, ішіңде бәрі Алла сөйлеп тұрады. Аллах тағала бәрін береді, сабырлықты да береді. Қай уақытта қалай отырып, сен андай аду нені бақырып кетқанда да спокойно отыра беретіндей күшті береді Алла тағала, Алладан сұрасаң. Мына жерде отырып алып, арбылдап, елдің бәрін жамандап, телефонмен әркімге айтып, сөйтіп отырған адам болса, оны сен сөйтіп қарап отырып, соған бүкіл жақсылық тілеп, керемет адам болып кететініне сенетіндей Аллах тағала саған қуат беріп қояды. Егер де деп отырса, ауру болып отырса, оны да енді ондай вампирді бір ауаны, энергияны сенен алып қалған адам любой варианттар өте береді ғой, уровендерге. Басқа нені білмейтін болғаннан кейін, Алладан алуды үйренгеннен кейін оның ешкімге шаруасы болмай қалады. Деп айтқанға сол
ешқандай сол адамды осылай отырысыңмен мыс басады дейді ғой, мысы басады дейді ғой, сондай болатындай күйге Аллах тағала жеткізеді. Мысың басатын болады. Действительно, Аллах тағала мыс басу деген, значит, сенің энергетический уровень высокий, еще сенің айналаңда мындай кокон, аура осылай қаптап тұр. 7 қабатымыз, 7-еуі де плотный, хороший, и чистый, таза, жарқырап тұр. Вот сондай күйге жетуге болады, қыздар. Оңай бәрі, бірақ оңай болғанда, видите, біреуді кінәлау, ішіп жүрген күйеуді кінәлау, анадай мындай ене ата біреуді кінәлау, бір туған апаң, ініңді біреуді кінәлау оңай. Өзімді түзеу, өзімді ақтау, өзімді мақтау, өзімді жақсарту, ол қиындау болады. Өзімізді өзіміз жеңу қиындау болады. Өзімізді жеңсек болды. Өзімді өзгертсек, шынымен енді аят бар ғой, адам өзін өзі өзгертсе, мен айналаңды өзгертіп беремін деп Аллах тағала айтқан дейді. Сол, қыздар. Сондықтан работайте над собой. Так, қыздар, бір 8 минуттай уақыт қалды. Сұрақ қоясыздар ма? Қандай сұрақ туындады? Баланы вампирге айналдыруға болады, егер оны өзінің несінен ұядан ұшқанда балапанда ұшырады ғой, сол сияқты ұшырмай ұстап қалмаңдар. Ютубқа сақтайсың ба? Сақтайын берсі. Дірілдеп нететін болған ютубта байқадыңыздар ма? Бір 2-3 видео сондай сала берем, аудиосы естіліп тұр ғой деп. Сол энергияны Алладан алып үйрену керек. Судан да жуынумен аламыз. Сосын нервің шыдамай бара жатыр ма? Таза ауаға шығыңдар. Таза ауа. Қай қалада тұрсың? Шымкентте тұрсың ба? Талдарың бар, жарасыл. Ақтаудасың ба? Теңізің бар. Теңіздің жағасымен жүріңдер. Егер Алматыдасың бар, тау бар, қай жақта? Қостанайдың жері қандай тамаша. Сондықтан Атырау жақта жайық бар. Енді тіптен тал жоқ жерде тұрсаңда құм ем, құмға табанды заземление жасаңдар, кәдімгідей әйел адамға заземление керек. Егер біреудің жаңағыдай эмоцияларынан энергияң кетіп бара жатса, срочно двигайтесь, заземление жасаңдар, шарпсаңдар энергияны, танцуйте, занимайтесь, бойға отырып қалма. Баланы ұрмасам айтқан жасамайтын деп айтасыз. Ұрмаса айтпайтын, ұрмаса тыңдамайтын қылып тастаған, сіз басынан бастап тудар басым келіп қалды. Мынау күні бойы ұйықтамай, жаңа ұйықтап қалды. Шашы ауырып кеткен. Тентек болма, былайша тентек болмайды, істеп жатыр. Қыздар, срочно қоштасамыз, мынандай жаман тентек қыз келіп қалды. Пожалуйста, ничего не трогай, хорошо. Ұрмаса тыңдамайтын қылып тастағасын, солай болады. Енді былай қылыңыз, нешеде жасы Раушан? Жасы нешеде? Жайлап айтуға көшіңіз. Мына тентек қыз, мынау енді страшно, суды да төгеді, нан болатады, дым істей алмаса, нағыз қылмаса деп айтады да, жаман қоятын шығар. Бұл енді түнімен ұйқы бермейді, бұл 4-ке дейін жүреді, кемінде, кейде 8-ге дейін жүреді. Жаңа күні бойы ұйықтамай, тыңдамай мені. Кешке қарай ұйықтап қалды, оятып едім, оянып. Сол ұрмаңыз, баланы ұрмаңыз. Ұл баланы ұрған апасына, қыз баланы ұрған, тем более. Сіз 10 жаста, онда баланы ұрып жүрсіз ба? Қараш, ондағы баланы, ұл ма қыз ба? Ондағы баланы вообще енді есі бар бала ғой. 3-ақ жылыңыз қалды, 3-ақ жылыңыз қалды. 13 жасқа келгенде бала өзіңе шабады, өзіңе жұдырығын алып жүгіреді. 13 жасында жұдырығын алып жүгірмесе, ертең үйленгеннен кейін көресің көкесін, өзіңе қайтарады сол. Қанша негатив шығардың, соның бәрін қайтарады. Сенің көзінше әйелін сабауы мүмкін, ұл болса, сенің көзінше балдарын сабауы мүмкін, көзіңді бақырайды көп мәсағанды. Ол білмей, ол подсознательно білмей істеуі мүмкін да. Сосын егер қыз бала болса, ұлма, Құдай сақтасын, жасама болды, ұрма. Әйел ұрған
әйел ұрған ұл бала, менде телефонмен қиналып жүрген әйелдердің күйеулері бала кезінде қатаң тәрбие көрген, таяқ жеген, шешесінен таяқ жеген ер балдар. Шаншудың соматикасын айтасыз ба? Қай жер шаншып тұр? Бұл деген бірнеше уақыт ойлап жүрген ой неге түседі ғой, денеге түседі ғой. Бірнеше уақыт ойладыңыз ғой. Сол ұлды ұрса, ол міндетті түрде сол претензияны әйел адамдарға жасайды. Қызына айқайлайтын болады ертең, әйеліне айқайлайтын болады. Хорошо? Нежелательно, хорошо? Ұрма. Енді сен былай, Раушан былай қылшы, сен былай баламен отырып сөйлес. Бала көбіне кешке жақын жақсы әңгімелесетін болады. С утра көп андай, не істеймін, бүйтемін, сен өзің алаңдап тұрсың, кешке қарай әңгімелесіп, құшақтап отырып, былай ұстап отырып айт. Ұлым де, мен сені ұрып, дұрыс жасаған жоқпын, негізі ұруға болмайды. Бірақ сен бір айтқанда не істеші, түсініш, сен әлсіздік көрсет. Мен шаршаймын, мен даже кейде жылағым келеді. Мен де саған қалай айтарым түсіндіре алмайтын, қалай айтам енді. Негізі баланы ешқандай да ұруға болмайды. Былай қуып кетеді, айқайлағанды түсінеді ғой, былай қуып кетеді. Айқайламаңдар, ұрыспаңдар, тоғызда. Ұрмаш балаларды, вообще, ты что? Ертең ол балдар бар ғой, бастықтың алдына кіре алмайтын болады. Шаруа шешуге, мұғалімнен қорқып тұратын болады. Оларда мұндай не пайда болады да? Айналаның бәрі бізді ұрушы, наказывающий. Олар Аллах наказывающий, Аллах тағала қатаң жазалаушы деп ойлап кетеді. Қаншама адаммен телефон сөйлесіп жатырмын, солай болып шығады ғой. Олар не могут расслабиться. Ұйықтағанда шошынатын шығар, деп. Ұйықтағанда шошынатын шығар. Әлі де кеш емес, 13 жасқа дейін ұйықтап жатқан кезде, уақыт бітейін жатыр қыздар. Ұйықтап жатқан кезде құлағына сыбырла. Алтыным, атығым, соған айда ұйықтарда сыбырла. Ләззат, сәлем, қалайсың? Құлағына сыбырла. Сен ең керемет боласың, сен чемпион боласың, сен мықты, әумен түшкіріп жатыр. Міндетті түрде сен мықты, мен саған сенем, сен мықты архитектор боласың. Қандай қабілеті бар? Сен ертең мықты осындай боласың. Мен саған сенем, қызыңа айт, саған сен осындай өнерлісің, қолың шебер. Мен саған сенем, ертең мен сені жақсы көремін, папаң сені жақсы көреді, біз сені жақсы көреміз. Оның ештеңе болмай ма? Можно поговорить чуть-чуть, бірақ қатты нете қоймас, я шошынады. Видишь, ой, Раушан, психологтарға клиент дайындап жатырсың ғой. Оңыға қатты ауырып жүрмаса, өнген бәрі жақсы. Бәрден қатысты болуы мүмкін ба? Кеуде шаншу. Жүрек, не ғой, махаббат, оң жақ иығыма, жүрек па қараш? Жүрек, сосын, не болуы мүмкін тағы? Жүрек, омыртқаның мына шейнастық остеохондроз болуы мүмкін, өкпе болуы мүмкін, егер арқа шаншитын болсаң. Негатив, сильный негатив. Шабыт беріңіз, Гүлнар, шабыт беріңіз, мықтап шабыт беріңіз. Бәрі жақсы болады, бір Алла барлығын реттейді, саспа, сен қолыңнан бәрі келеді, саған ештеңе бәрі уақыт бітіп жатыр, мен уже асық сөйлеп жатырмын. Не істеймін? Қайтадан эфирге кірейін ба, қыздар? Тағы эфирге кірейін ба, мына сұрақтарға жауап беру үшін? Сол шабыт берші, шабыт бер. Қазір көрейін тағы да шығып, шабыт бер, сенің бір ауыз сөзің оған не болады? Қазір қиналып жатқан уақытта ол қабылдайды. Сенен бәрі қолынан келеді, бәрі жақсы болады деп, негативчик, видишь? Негатив сен егіп жүрген шығарсың, негатив сен егіп жүрген шығарсың. Қыздар, уақыт бітіп жатыр. Негативті әйел обычно ішінен ойлайды, сол ер адамға барады ғой. Мен бітіріп шығып, қайттан кіріп көрейінші,